Қайырлы кеш, дәулетті оқырмандар, қалайсыздар? Бүгін бізде тікелей эфир. Ішетін витаминім бар еді десең не ғой? Акционер бол сабағына минус 30% жеңілдік бүгін басталды. 12 желтоқсан 12, 13, 14, 15-не дейін жалғасады. Тап линкте сілтеме тұр, бекарысқа жазып, ол сабаққа логин пароль аласыздар. Және де брокерлік счетты ашыңыздар, ары қарай акция алыңыздар. Бірақ бұл сабақ барлығына емес, артық ақшасы бар адамдар үшін. Егер де сіз қарыздан қарызға болмаса айлықтан айлыққа ғана өмір сүріп отырсаңыз, бұл сабақ мүлдем сізге арналмаған, ескерткім келеді. Себебі акция сатып алу үшін де ақша керектігін білесіз. Әр компанияның акциясы әртүрлі тұрады. Одан бөлек қазір сіздер тендер туралы кеше ғана айтылды. Кешегі тікелей эфирді қарап шықсаңыз, тендер туралы барлығы тұр. Сабина Сакенмен прямой эфир өткен болатын. Бүгінгі тікелей эфиріміз отбасы банктың менеджері, консультанты Нұргүлмен тікелей эфирге шығамыз. Нұргүл сіздерге депозит ашады, сұрақтарыңызға қазір жауап береді. Онлайн депозит ашады. Депозит ашудың барлығы тегін. Кезінде мен 2014 жылы депозит ашқан кезде соның барлығын ақшаға ашқан болатынбыз. Сондықтан кімнің әзірге депозиті, ешқандай депозиті жоқ, онда, пожалуйста, ашыңыздар. Қазір Нұргүлмен таныстырам сіздерді. Одан кейін сұрақтарыңызды да қоя отырасыздар. Именно НПФ пенсионкаға қатысты сұрақ сіздер дәулеттен мобильді қосымшасын жүктеп алып көрсеңіздер болады. Мінекей дәулеттен мобильді қосымшасында тегін сабақтың ішінде тұр. 16 мың адам көрген, 1 800 000 оқырманның ішінде. 16 мың адам, бірақ 1045 сұрақ кеп атады, зейнетақы анамына барлығы тұр осы жерде. Міне тегін сабақ басасыз да көре бересіз осы сабақтың несін. Любой уақытта көресіз. Пока тегін тұрған кезде көріп алыңыздар. Ал енді қазір жалпы депозит ашу бойынша отбасы банкпен қалай үй алуға болады, соның барлығын Нұргүлге сұрақ қойсаңыздар болады. Сонымен қатар ертеңгі күннен бастап Нұргүлге счет аштырасыздар тегін. Уағалейкум ассалам. Так, Жұмагалиев, WhatsApp чат ашыңыз. WhatsApp чат ол жерде келмейді, себебі именно мынау акция ал, ол жерде ананы алдым, мынаны алдым деп сосын біреудің әңгімесіне еріп кететін бізде қазақтар өте көп. Сосын вдруг дәл сол компанияның акциясы бағасы төмендеп кететін болса, бір-біріне ренжитін адамдар көбірек болады. Жалпы Telegram каналда жабық чат бар, Freedom Finance мәліметтері деп, көбінесе орысша мәліметтер беріліп жатады. Сол жаққа өзіңіз тіркелсеңіз болады. Так, акционер болу үшін ақша керек, конечно, ақша керек. Так, Умай программасы келесі жылы болады, биылға тоқтады. Ламбо ойнатылып болды дейді. Ламбо деген не ол? Так, Нұргүл маған запрос жіберсе, қазір мен Нұргүлге айтайыншы. Мына жерге отчет тапсырыңыздар, кімде әлі депозит жоқ жазыңыздар, оқырмандар. Менде минус қойсаңыздар болады. Кімде депозит жоқ, прям Нұргүлге хабарласыңыздар да депозит ашыңыздар. Нұргүл, мен прямойға кірдім, қайдасың? Инстаграмнан кейде шаршап кетпейсіз. Сіздер шаршатпайсыздар ғой мені. Күнде бір нәрсе ойлап табасыздар. Егер де менің өмірім күнде бір нәрсе қайталана беретін болса, мен шаршап кететінен баяғына. Бірақ оқырмандар шаршатпайды ғой. Күнде бір историялар шығады. Менде 1045 тегін тұрған счет қой, ашыңыздар, ай сайын 10 мың, 15 мың, 40 мың, 50 мың, 60 мың шаманы жеткенше салып отырыңыздар. Көбірек салып, минустар вообще ұялсаңыздар, мен ойлайтын едім, менің оқырмандарымның 80%-інде депозит бар шығар, наверное, ашып қойған шығар деп. Ужас. Так, запросты... Апам-ау, Нұргүл апам-ау. Қазір. Нұргүл.
Нұргүл логинді жаз, отбасы банк Нұргүл бет, Нұргүл отбасы банк бет. Қазір тұра тұрыңыздар. Кімде минус, бәрлеріңіз, ничего не знаю. Депозит ашыңыздар. Депозит ашу тегін. Отбасы банк. Запрос жібердім. Болады. Балалар, менің 2 балам бар, Аллаға шүкір. Оларда да депозит бар. Мен. Нұргүл, сәлем. О, сәлеметсіз, қай жағдайыңыз? Қайырлы кеш. Отбасы банктың менеджері, заңды ресми түрде түрін жаттап алыңыздар. Ертең кімде депозит жоқ? Ертең емес, дүйсенбіден да, по-моему, счет ашылады. Или қалай? Ашамыз депозитті. Ең бірінші таныстырып өтейін өзімді. Есімім Нұргүл. Мен Нұрсұлтан қаласындағы отбасы банкінің қызметшісі болып қызмет атқарғаныма 3 жыл болды. Сіздерге алда келе жатқан негізінде премия жайлы айтқым келеді. Сол премияның артықшылығы, қалай не алуға болады, премияны қоса ма, үй алса не болады, сол туралы мен азырақ сөйлейінші. Мен барлық эфирді айтып жүрмін, бірақ мені тыңдағысы келмейтін оқырмандар болады кейде, сондықтан Нұргүл көбірек сөйлесін. Сіздің оқырмандарыңыз уже премияға толтырып үлгерген шығар, 200 МРП-ға. Толтырмағандар, депозиті жоқтарға айтайын. Алда келе жатқан премиямыз біздің, егер де сіздер осы жылы отбасы банкінде 583.400 теңге жинап қойсаңыздар, осы 2021 жылы, сіздерге міндетті түрде 116.680 теңге премия түсетін болады. Ол жылда бізде 7-8 ақпан айында премиялар түсетін болады. Отбасы банк негізінде Қазақстан Республикасындағы жалғыз банк, мемлекеттік сыйақы алатын негізінде жалғыз банк болып табылады. Мемлекеттік сыйақыны кімдерге түседі, ол көбірек алу үшін не істейміз деген сұрақтар жиі қойылады. Ең бірінші мемлекеттік сыйақы Қазақстан Республикасының азаматтарына түседі. Және де премияны көбірек алу үшін сіздер міндетті түрде отбасылық пакет ашуларыңыз керексіздер. Жаңағыдай сіздер 200 МРП-ні толтырып қойсаңыздар, құттықтаймын. Сіздерге міндетті түрде ақпан айында премия түсетін болады. 200 МРП-ні теңгемен айтайықшы, 2917-ге көбейтсек 583.400 теңге. Сіздерде тағы да мысалы одан бөлек ақшаларыңыз болса, сіздер осы 20 күннің ішінде 31 желтоқсанға дейін депозит ашып үлгеріп, сол ақшаңызды сол жерге салсаңыздар, сіздер де үлгересіздер, міндетті түрде сіздерге премия түсетін болады. Мысалы, бізде клиенттерімізде, мысалы, кейбірінде премия алатын болады жылдың соңына қарай жұмыстан берілетін, мысалы, кейбіреулерде 500 мың болсын, 1 миллион болсын, 100 мың теңге болсын, 200 мың теңге болсын, сол ақшаңызды, мысалы, 583.400 теңгеден артық болса, әр депозитке бөліп салып, әр қайсынан премия алуға болады. Ол депозитті кімге ашамыз? Ол депозитті кез келген иіні бар, яғни 0 жастан бастап өзіңіздің балаңыздан кәрі кемпір атамызға дейін ашуға болады. Депозит мысалы 31-не дейін ашып, ақшаңыз салып үлгерсеңіздер, жаңағыда айтқандай, ақпан айында премия түсетін болады. Және де депозитті көбісі сұрайды, мысалы, фамилияларымыз бір емес, отчествомыз бір емес, қалай ашсақ бола ма, премия түсе ма, түскен кезде жаңағыдай бір комиссия бар ма деген сияқты. Сол сұраққа жауап беретін болсам, депозитті негізінде сіз бөлеңізге де, жиеніңізге де, жолдасыңызға да, ата-анаңызға да ашсаңыздар болады. Ертең депозитті біріктірген кезде сіздер туыс екен жолдасыңызда депозит бар, бала-шағаңызда депозит бар, бәрін мысалы премияға толтырып қойғансыздар, және де тағы да бір қаражат болып тұрса, сіз депозитті жаңада атаңызға, әжеңізге немесе бөлеңізге, жиеніңізге де ашсаңыздар болады. Енді оны қалай растайсыздар туыс екеніңізді, мысалы фамилияларыңыз бірдей емес. Онда мысалы бөлен алайық. Бөлеңіз бірінші мамасына өткізеді, мамасы сіздің мамаңызға береді, сосын сіздің мамаңыз сізге береді. Солай по цепочке туыс екеніңізді түсініп алыңыздар дұрыстап. Ал егер де жолдасыңыз, мысалы, өзіңізде депозит бар, ал жолдасыңызға мысалы депозит ашқыңыз келіп тұр, онда сіздер неке қию туралы куәлік арқылы растайсыздар. Сол сияқты туған бауырыңыз, туған әкең, туған тәтеңіз деген сияқтылар ашатын болсаңыздар, өзіңіздің туу туралы куәлік арқылы дәлелдейсіздер. Мысалы, ағаңызға депозит аштыңыз, сіздің туу туралы куәлігіңізбен ағаң куәлігіңізде ата-аналарыңыз бір. Солай туыс екеніңізді растап, бір-біріңізге депозитті аудара бересіздер. Ұстамайды.
ешқандай комиссия жоқ. Және де жағымды жаңалық, Дәулет мырза, келесі жылда онлайн болайын деп жатыр бәрі. Уступка бар ғой, бір-біріңізге аудару. То есть туысқандардың бәрін. Олар сосын цифрлы ипотека дамып келе жатыр, яғни барлық нәрсе цифрлы жүйеде болмақ. Алдағыдай жаңағыдай 10 күн бұрын банкке жазылып, туысқандардың бәрін жинап, әне жерде очередьте отырмайсыздар, онлайн тек қана туыс болсаңыздар болды. Солай аудара бересіздер. Және де көп сұрақ бар. Мысалы, премияны жаңағыдай, мысалы 500 мың теңге премияны алдық, кейін аударғанда ешқандай комиссия ұстамайды. Сол кезде опы өсіп үлгереді ма дейді, мысалы 2 айда. Опыңыз әрине сіз ақша салғаннан кейін өседі, бірақ опы 2 айда айтарлықтай өсіп үлгермейді ол, мысалы. Кейін өзіңізге жаңағыдай крупный сумма, 600 мың теңгені мысалы бір адамнан алдыңыз, тағы да 600 мың теңгені тағы да бір адамнан өзіңізге аударып алдыңыз, немесе өзіңізде жаңағыдай 600 мың теңге. В общем, көп ақшадан опыңыз тезірек өсетін болады. Қысқаша айтқан кезде, опы негізі 2 показательден өседі. Ең бірінші, сіздің уақытыңыздан, қанша уақыттан бері ақша салып жинап жүрсіз, ай сайын қанша теңге саласыз, және де қандай сумманы саласыз, соған байланысты опыңыз өседі. Қысқаша айтсақ, мысалы, сіз ай сайын 10 мың, 20 мың. Опының артықшылықтарын айтып өтейікші, опының артықшылықтарын, Нұргүл. Ылғи 2018 осы білесің ғой, баспанаға бағыт деп бастағанда опы не деп сұрайтын, әлі сұрайды опы деген не деп. Сол сияқты опыны түсіндіріп өтеді оқырмандарға. Иә, қысқаша айтайыншы. Қараңыздар, опыны көбейт ақшаңызға байланысты. Егер сіз ай сайын көбірек ақша салсаңыздар, опыңыз тез өседі. Ай сайын ақырындап жинасаңыздар, 10 мың, 20 мың, 30 мың, онда опыңыз ақырындап өседі. Және де уақыт сайын опыңыз өсе беретін болады. Мысалы, депозитте ақшаңыз көп уақыт жатқан сайын, бар ақшаңызға опыңыз өсе беретін болады. Опыңыз көп болса, яғни 16-ға жақындаса, ең төмен үй аласыз, табысыңызды растамай аласыз, кез келген қаладан үй аласыз, кез келген өзіңіз таңдаған үйді аласыздар. Мысалы, жақында бізде үй алды бір кісі, 20 ғана переплата болған. Сонда енді 25 миллионның 12,5 миллион теңгесі өзінің ақшасы, 12,5 миллион банк берген ақша. Сол 12,5 миллионды 6 жылға бөліп берген кезде, ол кісіде тек қана 2,5 миллион теңге переплата болды. Ондай переплата сол сенің номерді қойдым, елдер WhatsApp звондап жатыр ма, не болып кетті, дауысын жұтылып жатыр да. Звондап жатыр. Көрсетілген номерге звондамаңыздар, тек қана WhatsApp-қа жазсаңыз, Нұргүл сіздерге депозитін ертең понедельник жұмыс күні ашып береді. Асықпаңыздар, жай ғана номерді сақтаңыздар, WhatsApp-қа жазып қойыңыз. Не надо звонить, Нұргүл менімен сөйлесіп отыр, сіздермен сөйлесіп отыр. Не болды, жабайы болып бәріңізге. Звондамаңыздар. Сіздер звондамасаңыз, Нұргүлдің айтып отырған әңгімесі бізге естілмей отыр. Көрсетілген номерге звондамаңыз. Просто WhatsApp-қа жазыңыз, мен депозит ашам деп, ары қарай ашып береді өзі. Ары қарай түсіндіре бер, Нұргүл. Одан кейін, мысалы, отбасы банкте үйім болса, үй алуға бола ма деген сұрақтар. Әрине, үй алуға болады. Мысалы, өз атыңызда үй бар, бірнеше үй ала берсеңіз де болады. Тек қана үйдің кезегінде тұрсаңыз. Нұргүл, звондаған адамдардың бәрін блокқа тыға берші, болды, ешкімге ашпай депозит. Кім звондайды, блокқа тығылса болды. Сенің дауысың вообще естіліп жатқан жоқ. Вот, солай істе. Кім звондайды, Нұргүл қазір блокқа тығады, болды. Не надо звонить. Кейін просто жазыңыздар и все. Онлайн депозит ашқан кезде, мысалы, мен сіздерге онлайн депозит ашып беремін. Егер қаласаңыздар, кез келген қаладан өзіңіз таңдаған үйді ала бересіздер. Атыңызда кредит болса, үй алуға бола ма? Бірнеше үй алсам бола ма? Атымда үй бар еді дейді. Я, болады, әрине, бір уақытта сіздер 2-3 үй ала бересіздер. Кредитіңіз болса да ала бересіздер. Тек қана сіздің бұл жерде айлығыңызға байланысты, төлеп жатқан кредитіңізге байланысты. Мысалы, сіздің айлығыңыз 500 болып, төлеп жатқан кредитіңіз 10 мың, 20 мың болса, әрине ала бересіздер. Ешқандай оның кредиттің зияны жоқ, иә. Сосын, мысалы, жеңілдетілген программалар бар бізде, нұрлы жер, шаңырақ деген сияқты. Үйдің кезегінде тұрсаңыздар, міндетті түрде біздің Instagram парақшаларымызға, YouTube каналдарымызға міндетті түрде жазылып алыңыздар. Мысалы, біз көптеген клиенттер таппай қаламыз, шын айтқан Дәулет мырза, біз список жасаймыз ғой. Үйдің кезегіндегі адамдар список береді бізге. Соны біз программа басталатын кезде звондап іздейміз. Көп адамдар телефон номерін өзгертіп тастаған. Таба алмаймыз ана кісілерді, кәдімгідей бар ғой. Сол кезде обидно.
енді ішің ашиды сол кезде. Номерді ауыстырмаңыздар. Номерді ауыстырып қойсаңыздар, міндетті түрде банкке келіп ауыстырып алыңыздар. Немесе видео банкинг арқылы тоже ауыстыруға болады. Білесіздер ғой, үйдің кезегіне кім тұра алатынын. Көп балалылар, толық емес отбасылар, мысалы, жетім балалар, сол кісілерде өте жақсы үй беріліп жатыр. Мен мысалы Нұр-Сұлтан қаласындамын, осы жыл бізде 3 мыңға жуық үй алынды. Даже 2019 жыл тұрғандар, 2020-21 жылы тұрғандардың бәрі көбісі үй алып жатыр қазір. Сондықтан, егер сіз мысалы жақын арада многодетный болайын деп жатсаңыз, мысалы көп балалы ана болайын деп жатсаңыз, міндетті түрде үйдің кезегіне тұрып алыңыздар. Үйдің кезегіне тұрмасаңыздар, бізде бастапқы жарна негізінде 50%. 50% жинайсыздар, но зато сіздер ай сайын азырақ төлейсіздер. Төмен пайызбен аласыздар. Пожалуйста, 20-30% бар ма деп сұрайтын кісілер өте көп. Өкінішке орай бізде ондай жоқ. Басқа банкте бар 30%-бен. Бірақ онда білесіздер 14%-дан жоғары. Сіздер қазір асып ұяласыздар, бірақ ай сайынғысы 15 жыл, 20 жыл бойы ипотека төлейсіздер, және де ай сайын 250 мың, 300 мың деген сияқты. Одан да бір кішкене 2-3 жыл қиналып 50%-ға жеткізіңіздер, зато төмен пайызден үй аласыздар. Және де, мысалы, біз онлайн депозит ашамыз. Жұмыста болсаңыздар, онлайн ашқыңыз келмесе, жұмысыңызға барып ашып береміз. Барып, офлайн консультация беріп, солай депозитті ашып береміз. Келсеңіздер, одан да жақсы. Мен Астана қаласында Кенесары 4-те отырамын. Келсеңіздер, толық түсіндіріп береміз. Енді қазір бәрін бір эфирға сыйдыру мүмкін емес. Тегін, бәрі барсаңыз, консультациясы барлығы тегін. Кімде депозит жоқ, прям жазыңыздар. Осы жерге жазыңыздар, минус қойыңыздар. Менде жоқ деп жазып, потом мына WhatsApp-қа жазсаңыз, дүйсенбі күні Нұргүл өзі сіздерге депозит ашып береді. Депозит барлығы тегін, бірақ депозит ашқаннан кейін оның бетіне қарап отырмау керек. Үй алам деген мақсатыңыз бола ма? Сіз не істеу керексіз? Ақша салып жинау керексіз. Теңге тиыннан ақшаны шақырады. Мен түсінем. Там 3 жыл жина дейтін болса, сізге ойбай 3 жылда кім бар кім жоқ деген ой келеді. Қазақпыз ғой, бірақ 10 жыл 20 жыл квартирада жүрсек, оған біз мән бермейміз. Сондықтан 3 жыл деген ол көзді ашып жұмғанша өте шармы. Менде жоқ. Бүкіл Қазақстан бойынша Нұргүл онлайн ашып береді. Мынаны номерді скриншот жасап алыңыздар. Сіздер прямой эфир скриншот жасасаңыздар, Нұргүлдің номері тұр WhatsApp 8-777-576-1277. Только звондамаңыздар. WhatsApp-қа жазасыз, Нұргүл міндетті түрде жауап береді сіздерге. Кім звондайды, бәрі блокқа тығады. Сондықтан звондамаңыздар. 8-775-576-1277. Скриншот жасап алыңыздар. Депозит ашып қана қоймай, ары қарай өзіңіздің сұрақтарыңызды по ходу қоя бересіздер. 1 ай өтсе де, 2 ай өтсе де, кез келген сұрағыңызды WhatsApp-қа қойып, звондап, жауаптарыңызды аласыздар. Үй алғанға дейін онлайн консультация міндетті түрде сіздерге болады. Мысалы, қандай айлық болу керек, қандай жаңадан депозит ашып, Нұргүлдің тікелей клиенті болсаңыз, Нұргүл артыңыздан қалмай қояды. Артыңыздан үй алғанша қалмайды. Сондықтан, енді тікелей айтқанда, Нұргүлдің клиенті болыңыздар, депозит ашыңыздар. Депозит ашу барлығы тегін екен айтқым келеді. Так, ұмай туралы айтайықшы, ұмай ипотекасы жайлы көп сұрақ келеді маған, Нұргүл. Ипотекасы туралы ол қазіргі таңда ұмаймен алу мүмкіндік болмай тұр. Ақпан айында бастап қосылады деп тұр. Онда ұмайда міндетті түрде, мысалы, біз айтамыз ғой, бастапқы жарнасыз, немесе бастапқы жарнасы 15% деп айналып келгенде, бастапқы жарна міндетті түрде негізінде салу керексіздер. Міндетті түрде бастапқы жарна 15% депозитіңізде жатуы керек. Және де оның годовойы 2%. Мысалы, сіз 10 миллионға үй алатын болсаңыз, сізде әр ай сайын 120 мың, 140 мыңдай шығады. Примерно бастапқы 10 жылға. 10 жылдан кейін ғана ол азаяды. Енді білмеймін, ол енді кейбір адамға тиімді, кейбір адамға тиімсіз. Смотря клиенттің жағдайына байланысты. Егер ол мысалы квартира жалдап жүрсе, әрине ұмаймен алған тиімді. Және ол әйелдерге арналған, еркектерге емес. Өткенде мен бір ер азамат жазды. Табысым жақсы, ұмаймен ала алам ба дейді. Әйеліңіз бар ма десем, әйелім жоқ дейді. Еркек ала алмайды. Солай ғой, Нұргүл? Әрине. Және де осы жылы бізде айлық табысы 320 мыңнан асқан әйел адам болса, онда ол аламайтын еді. Келесі жылы соны көбейтейін деп тұр. 500-600 мың айлығыға болса, онда алуға болады. Яғни күйеуі мен әйелінің айлығы 500-600 аспау керек. Одан асатын болса, ол программаға уже кірмейді. Сосын Нұр-Сұлтан қаласында және де Алматы қалаларында бастапқы жарна 36%-лық үйлер бар. Жаңағыдай біздің
өзіңіз қалаған үйді алатын болсаңыз, қалаған жерден, онда 50%. Ал егер де сіз жаңа үйден болса, нақты ұсынған үйлер болса, 36%-бен алуға болады. BI групптың үйлерін 36%-бен, годовой 7%-бен. Жаңа айтқандай, опыңыз егер де мысалы 16-ға жетпесе, біздің банкте пайыздық 7%-бен 8,5%-ның арасында үй алуға болады. Жаңа үйлерге 7%, ескі үйлерге 8 немесе 8,5%-бен үй ала берсеңіздер болады. Және де мен тек қана депозит ашып қана қоймайын, сіздердің несиелік өтінімдеріңізді қабылдаймын, яғни кредитный заявка дейді ғой. Мысалы, жақын арада үй алатын болсаңыздар, қандай депозит, қандай үйдің документтері керек болады, айлығыңыз жете ма, жетпей ма, қандай созға-емшек керек, мысалы, үйдің документтерін тексеру керек болса, міндетті түрде келіңіздер, мен Кенесары Түріктемін, бірақ алдын ала WhatsApp-қа жазыңыздар. Оқырман жазған точно премия берем ақпанда. Наурыз айына дейін точно премия береді. Ол мемлекеттің беріп отырған гарантиясы. Сондықтан қорықпай ақшаларыңызды сала беріңіздер. Және де Отбасы банк толығымен мемлекеттің 100% акциясы мемлекетке тиесілі банк екенін айтқым келеді. Және де КДФ-тің гарантиясы бар. Құдай сақтасын. Вдруг Отбасы банк банкрот болып қалса да, сіздің ақшаңыз қайтып келеді. Мемлекет оған гарантия беріп отыр. Қорықпаңыздар. Жинаңыздар, теңге тиыннан 1000 қадамдық жол 1 қадамнан басталады. Сол миллион тұратын үйлеріңіз сіздің 1000 теңге, 2000 теңге, 10.000 теңге жинаудан басталатынын айтқым келеді. Нұргүл бізде Нұрсұлтан қаласында, яғни Астанада, кімде депозит жоқ, 1-ден 8-775, 576, 1277 WhatsApp номеріне жазып қойыңыздар. Нұргүл өзі сіздерге тегін депозит онлайн форматта ашып береді. Сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде бір SMS-пен желательно жазыңыздар. Сұрақтарыңызды, не істейін деп жатқаныңызды, қандай сұрақтарыңыздар толық бір SMS-пен жерсеңіздер, сразу жауабын аласыздар, чем қайта-қайта жазғаннан гөрі ұзақ уақыт болады. Бірден жазсаңыздар, толық сұрақтарыңызға жауап беретін болады міндетті түрде. Және де жаңа айтқандай, несиелік өтінімдерді қабылдаймыз. Мысалы, өзіміздің оценщиктеріміз. Предквал туралы айтайықшы, предквал туралы, Нұргүл. Сосын скоринг туралы айтайық оқырмандарға. Қараңыздар, предквал деген бізде функция бар. Ол деген сөз қазақша айтқан кезде, мысалы, сіз жақын арада үй алайын деп жүрсіз, көп адамдар білмейді, мысалы, менің айлығым жете ма, жетпей ма, қанша айлық болу керек деген сияқты. Оны біз онлайн жүзеге асыра алмаймыз, өкінішке орай, өйткені сізге қол қоятын құжаттар болады. Сіз бір ғана документпен келсеңіз, удостоверениеңізбен ғана келсеңіз, сіздің айлығыңыз қанша миллионның үйіне жететін сразу айтамыз. Мысалы, сіз үйіңіз сатайын деп жатырсыз, чтобы босқа сатпас үшін, алдын ала айлығыңыз жете ма, жетпей ма, соны біліп алу үшін, сіздер бірінші маған тек қана жеке куәлігіңізбен келсеңіздер, 10 минуттың ішінде қанша миллионға үй ала аласыздар. Соны айтамыз. Одан кейін төлеп жүрген кредиттеріңіз болса, мына кредитті жабыңыз, сол кезде жетеді. Немесе мынандай бүгін қазір Пончик кафесіне барғам ғой, оқырман мана тойбастар деп баласының тұсаукесерін осындай маска шықты тойбастардан. Сосын жаңа өлеңді жаңа жыл жақындап қаптына оқырмандарына өстіп отырам ғой. Айта бер Нұргүл сен. Кейде түсіп кетеді. Көрмейді соңғы кездер десең, сол предквал деген жаңағыдай бір ғана құжатпен өзіңіздің айлығыңыз қаншаға жетеді, соны сразу айтып береміз сіздерге. Қазір біздің банк бөлімшелерімізге өте түсу қиын. 10 күн бұрын, 1 жұма бұрын, 2 жұма бұрын банкке жазылып барасыздар. Оған кезде барған кезде сізге сразу айтпайды, мысалы, қандай документ керек. Қайта-қайта банкке бармау үшін уақытыңызды үнемдейсіздер, мысалы, да, келіп бірден барлық нәрсені білесіздер, мысалы. Және де скоринг деген бар. Мысалы, жақында бір кісі болды, Дәулет мырза, қызға айтайын, Алишер деген бір жігіт. Айлығы 168 мың теңге. Бойдақ, үйленбеген. Айлығы 168 ба, 68 ба? 468. 468, аха. Үйленбеген, бойдақ, және де қанша 14 миллионның үйін алайын деп тұр, 50% бар. Бастапқы жанасы бар. Яғни айтайын деген бастапқы жанасы бар, айлығы бар, бірақ та скоринг деген бар бізде. Сол скорингтен өтпей қалады ғой. Скоринг деген сөз, ол отказ береді, короче, біздің банк. Кәдімгідей отказ береді. Айлығы жетіп тұрса да, бастапқы жанаң болып тұрса да, скорингтен өтпей қалады. Енді соны түсінбейміз, ана жігіт түсінбейді, не болды деп қарасақ, ол 3 жыл бұрын просрочка жасаған екен. 3 жыл бұрын сондағысы. Сондықтан міндетті түрде кредитный история, ең жаманы кредитный история, ең, мысалы, айлығыңыз жетпесе де оны шешуге болады.
именно кредитный историяңызды мұқият қараңыздар, ешқашан просрочка жасамаңыздар. Жасасаңыздар 30 күннен аспасын. Скорингтан өту үшін өзінің лайфхактары бар. Скорингтан қалай өтуге болады, не істеуге болады, оның бәрін тоже айтамыз. Енді тікелей эфирде айтқан дұрыс деп ойламаймын. Ол енді кішкене секреттарымыз ғой өзіміздің. Келсеңіздер, міндетті түрде оны айтамыз. Одан кейін жаңағыдай айтайын дегенім, кез келген қаладан, онлайн депозит ашқаннан кейін, кез келген қаладан өздеріңіз үйді ала бересіздер. Өзіңіз таңдайсыз үйді, мысалы, коттедж аласыз ба, первичка аласыз ба, вторичка аласыз ба деген сияқты. Және де жинап жүрген ақшаңызды кез келген уақытта шешіп алуға болады. Көп кісілер айтады, мысалы, депозит ашамын, кейін шешіп алуға бола ма, болмай ма, қандай комиссия ұсталынады деген сияқты. Әрине болады, бұл сіздердің өзіңіздің жинаған ақшаңыз, еңбектеніп тапқан ақшаңыз болғандықтан, кез келген уақытта депозиттегі ақшаны шешіп алуға болады. Қандай сума болмасын, 5000 теңге ұсталып қалынады. Және де орысша айтқанда частичное досрочное погашение деген бар ғой, депозиттегі ақшаның бір бөлігін ғана шешіп алу. Олай біздің банкте 12 айда бір-ақ рет қана рұқсат беріледі. Мысалы, сіз 2021 жыл шешіп алсаңыз, ноябрь айында дейік, мысалы, декабрь айында уже шешуге болмайды. Даже келесі жылдың 2022-ның ноябрьына дейін де шешіп алуға болмайды. 12 айдың ішінде бір-ақ рет қана частичное досрочное погашение болады. Мынаны түсініп алайық. Мысалға, Нұргүл Астанада ғой, сіз Ақтөбеде, Қостанайда делік. Сіз Қостанайдан да отырып депозит аша бересіз. Ол анандай жоқ, Астанада депозит аштым, мен Астанадан ғана үй алам деген мәселе емес. Сіздің депозитіңіз бүкіл Қазақстан бойынша действительно. Сондықтан Нұргүлдің мен сіздерге міне түрін көрсетіп отырмын. Бейджикті де көрсетіп қойшы, Нұргүл, бар ма сендерде қазір? Міне. Галстук бар, міне заңды түрде, ресми түрде жұмыс істейтін, ешқандай былайша айтқан кезде алаяқ емес. Себебі ертең күні счет ашқан кезде сіздерден Нұргүл удостоверение сұрайды, алдын сұрайды, артын сұрайды, сөйтіп, оны қорықпай бере берсеңіздер болады. Депозит ашу тегін, бірақ депозит ашылғанға бетіне қарап отырмаңыздар. Ол ашылған депозитке міндетті түрде ақша салу керек. Осы тыққан-пыққанына копилкадағы ақшаның бәрін салыңыздар. Мемлекеттік премия болып сізге қайтып келеді. Осы жылдың басында бәріміз копилка бастаймыз, ақша жинаймыз дедік қой, сол тиындардың бәрін салыңыз, соның 20% сізге мемлекет тарапынан премия болып, ақпан, наурыз айларында түсетін болады. Сондықтан жинаңыздар, депозит ашыңыздар, қаржылық сауаттарыңызды арттырыңыздар. Үй ала беріңіздер. Бір оқырманым бар, өткенде 6 үйім бар, 7-ші үйімді жинап жатырмын дейді. Құдай, бір 3 жылдан бері мен оқиды, кәдімгідей үйдің азартына кіріп кеткен ғой. Сондықтан мінекей Нұргүлді сіздерге көрсетіп отырмын. Банктың заңды түрде ресми өкілі Нұр-Сұлтан қаласында, бірақ депозитті бүкіл Қазақстан бойынша аша береді. Ары қарай сөйлей бер, Нұргүл. 31 желтоқсанға дейін ашып үлгересіздер. 30 желтоқсан күні де мысалы ашсаңыздар, 31 желтоқсан күні де ашсаңыздар үлгересіздер. Ой, Нұргүл, 31-ні айтпашы, біздің қазақтар аламызда ең соңғы күн деген кезде опыр-топыр, соны үлгермейміз. 28-і, 29-і деп айта бер. Білем ғой, соңғы күн синдромы бар да бәрімізде. Қазірде мысалға менің акционер болса бағым 30% скидка жасалды да, осы уақытқа дейін бір 20 адам ба, 30 адам ба примерно алды делікші. Ал ертең күні мен точно білем, 15 күні соңғы күн деген кезде бір көштен қалып кететінде, ойбай, Дәулет мырза тағы бір күн созынызшы, бекарыс жауап бермей жатыр, логин пароль бермей жатыр деп, бір соңғы күн деген бізде қорқыныш бір синдромы бар. Сондықтан соңғы күнге дейін созылып жүрмеңіздер, өтініш. Қазірден бастап алыңыздар, депозит альтернативный кодты ашасыз. Барлық онлайн, ешқайда мына аязда банкке барудың қажеті жоқ. 30 градус, 20 градус аязда. Барасыз, то есть онлайн деп WhatsApp-қа жазасыз, болды. Каспийден ақ переводыңызды жасай бересіз, именно депозитке ақшаны саласыз. Оны сіз Нұргүлдің қалтасына салмайсыз, өзіңізге саласыз сол ақшаны. Сондықтан соңғы күнді күтпеңіздер, 30 декабрьді күтпеңіздер, қазірден бастап әрекет етіңіздер. Каспий банктен де, Халық банктен де, Форте банктен, Жусан банктен, кез келген банктен комиссиясыз аудара бересіздер ақшаны. Қат қалды ма? Естіп жатыр ма? Мына жерде бір оқырман жазады, неге ақшамен ашу міндетті дейді. Ақшамен ашпайсыз, тегін ашасыз. Тегін ашасыз, бірақ ақша саласыз ғой, енді сізге ақша салмасаңыз, ол депозиттің бетіне қарап отырсаңыз, кім сізге үй әкеп береді? Ешкім сізге үй әкеп бермейді. Тірі адам тіршілігін жасап, ашылған депозитке ақша салу керек.
мында жазылыпты міне сразу 600 мың теңге салсам премия алам ба? Әрине аласыз, айтып жатыр ғой. 31-не дейін ашқан адамның бәріне премия беретін болады. 116 Сосын мың айтайын, теңге премия аласыз. 116 680 теңге. Егер де Нұрсұлтан қаласында болсаңыздар, желательно сіздерден өтініш ерінбей келіңіздерші, онлайн емес, ерінбей келсеңіздер, мен сіздерге өзімнің 1 сағат уақытымды бөліп, сіздерге от А до Я дейді ғой, полностью түсіндіріп беремін, егер Нұрсұлтан қаласында болсаңыздар. Онлайн болсаңыздар да барлығын түсіндіріп беремін. Түсінбеген сұрағыңызды артынан қоя жатасыздар, ұмытып кетсеңіздер де, мысалы өзімнің Instagram парақшам бар, міндетті түрде жазылып алыңыздар. Мен дайректке жазсаңыздар да, WhatsApp-қа жазсаңыздар, бәріне жауап беремін негізінде. Негізі мүмкіндік болса... Нұргүл өзіне көп алып қойма, маған оқырмандар жазады, сосын Нұргүл жауап бермей жатыр деп, конечно, 1045 адам жазады, сосын жаңағындай шамасы жеткенше жауап береді. Солай айтайықшы. По очереди негізінде барлығына жауап беремін негізінде. Вот, депозит ашқан уақыттан ертең үй алғанға дейін кез келген сұрағыңызды WhatsApp-қа қойып тұрасыздар. Қандай сұрақ бар, барлығын жауап береміз. Елдар барам дейді, мен ертең барам дейді. Ертең жұмыс істейсіздер ма? Жексенбі бара? Дүйсенбі барасыз, Елдар. Понедельник Кенесары 4-те. Алдын ала жазыңыздар, WhatsApp-қа, біз онда күнде отырмаймын мен. Сондықтан алдын ала жазыңыздар. Жаңағыдай, мысалы, ай сайын ОП-16 болу үшін ай сайын қанша теңге салып жинауыңыз керек сіздер. Үй алатын болсаңыздар, қанша переплата болады. Біздің банкте стоит жинауға, либо не стоит жинауға деген сияқты. Алдын ала бәрін біліп алсаңыздар болады. Мен мысалы клиентке бәрін алдын ала айтқым келеді. Мысалы, бір клиент болды, алдында 3-4 жыл бұрын депозит ашқан, білмеймін қай жерден ашқан. Сосын айтады, ой, мен сіздерді жинамайтын болдым дейді. Не болды десем, сіздерде 50% екен ғой дейді. Мен наоборот клиенттерге сразу айтамын, сіз дайынсыз ба, біздің банкте жинау 50% жинау керексіздер деген сияқты. Алдын ала айтқан дұрыс. Өйткені өзімнің басымнан өткен 4-5 жыл бұрын анамыз екеуміз бар депозит ашамыз деген кезде бізге айтты да, мысалы, ешнәрсе толық түсіндірген жоқ. Сонда шын айтқан кезде біз кетіп қалғанбыз. Соны өкінемін да, сол кезде ашып жинау керек еді деген сияқты. Сондықтан важно, кімге түстіңіздер, мысалы, опытный консультанттар бар, не опытный консультанттар бар деген сияқты, мысалы. Сондықтан сұрақтарыңыз болса, ұялмай қойыңыздар. Қандай сұрақтарыңыз бар, толық түсініп алғандарыңыз маған жақсы. Қандай сұрақ бар, бәрін қойып, полный түсініп алғаннан кейін ғана депозит ашыңыздар. Бірінші депозит ашып алып, ой, мынандай екен ғой, мынандай екен дегеннен көрі, лучше алдын ала бәрін біліп алыңыздар. Ақпарат алу тегін, мысалы, бізде. Сондағыда жандай, екінші үй алғыңыз келсе де, үшінші үй алғыңыз келсе де, ары қарай жинай бересіздер. Көп адамдар мынандай ой қалыптасқан, Нұргүл, көп адамдар мынандай ой қалыптасқан, мен Жилстроймен бір үй алдым, одан кейін болды, алмаймын деген. Жоқ, ол өтірік пікір, жаңағы жаңсақ пікір дейді ғой, миф дей ма, не дейді жаңағы орысша айтқан кезде. Сондықтан бұл жерде кәдімгідей айтып отырмын, мен де өзім отбасы банкпен 2 үй алған адам. Кезінде соны айтқан кезде біреулер айтқан, ой, қалай 2 үй алады, мүмкін емес, оған таныс керек. Жоқ, никакой таныс. Ақшаңыз болса жинайсыз, әрине. Мен бірінші үйімді ОП-ны 16-ға толтырып алдым. Екіншіде ОП-ны 16-ға толтырып, кішкене счет сатып алып барып алдым. Бірінші үйімді мен наличкаға алған адаммын. Екінші, үшінші үйді Жилстроймен алғанмын, төртінші үйді наличкаға алған адамды, мысалға. Мен соның өзімнен өткен қиындықтар, өзімнен өткен бағдар, жаңағы Нұргүл айтпақшы, маған да ешқандай адам айтқан жоқ болатын. 2014-те опы не екен, міне соның барлығын осылай екен ғой деп міне елге мен айта бастадым. Аллаға шүкір, соны түсініп, сабақтарға қатысып, тегін посттарды оқып, депозит ашып, тірі адам тіршілігін жасайды, әрекетке берекет, 1000 қадамдық жол 1 қадамнан басталады деген ұранмен жүрген адамдар нәтижеге жетіп жатыр. Күн сайын мыңдаған деп айтпақ қойын, 10-даған хат алам, үй алдым деген өзімнің оқырмандарымнан. Оның видеосын да салам, сториске де салам мысалға. Сондықтан да не істеу керек, әрекет ету керек. Мұхамеджан ағамыз айтады, жалқаулық жаратқанға ұнамайды, қамсыз қазақ қарт айтқан ұлы Абайды. Білек тұрып, қарекет қылғандарын бақыт келіп есігінен сығалайды дейді. Міне менің мотивациям сол. Таңғы уақытта мен осы сөздермен мен оянам, жалқаулық жаратқанға ұнамайды деп. Міне таңның атысынан кештің батысына дейін жұмыс істейміз міне. Сөйтіп жұмыс істеген адамда неге үй алмасқа, сол жұмыс істеген адам неге шетелге қыдырмасқа, сол жұмыс істеген адам неге көлік алмасқа мысалға. Кейбір адамдар бар, жатып алады да, біреудің жатып ішерлері бар, не бір әйелдерін соғып, болмаса
әйелінің тапқан табысымен жарысып тұрып жаңағындай жатып алып тамақ жейтін адамдар бар. Небір өкінішке қарай мынау жұмыс істемейтін еркектер бар. Ол маған, мен оны еркек әйел деп бөлгенім емес, маған әйелдерден түрлі хаттар келеді, шырпыр болып. Күйеуім осындай олимпке кіріп кетті, күйеуім арақ ішіп кетті, күйеуім наркоман болып кетті. Байқұс әйел шырпыр болып осы бала шағаның қамы үшін, сол үйді алу үшін, әйтеуір бір нәрсе біліп қалайын, бір нәрсе үйреніп қалайын деп шырпыр болып жүрген осы әйелдер. Анау кезінде емес, осы өткен айда ғана Ақсайда білесіздер, иә, баласын бәрін жіберіп, әлгі ешкім ол жетіскеннен баласын лақтырып жүрген жоқ, мысалға да. Әрине ол амал дұрыс емес, бірақ оның барлығын мына өмірдің жоқшылық болғанның өзінде де дүкен барлығында нан барлығы бар, бірақ күйеуінің әрекеті, сол күйеуінің олимпке салынып қаншама қарыз, микрозаймдарды әйелінің атына аударып, ертеңгі күні сол қарыз коллекторлар звондап, міне соның барлығын әйел адамды қажытып жүрген. Әйтпесе бір ана өзінің баласына жаманшылық ойламайды. Сондықтан мынау ерлерге арналған менің де қаржылық сауатымда бір сол еркектердің бір намысы оянып, әйелдерге қарағанда еркек көбірек ақша тапса екен деген бір мақсатпен халықтың да сауатын оятып жүрген жанның бірімін. Сондықтан да кейбір мастер-класстарда бар, менің де онлайн сабақтарыма әйел адам көбірек қатысады, шырпыр болып. Бірақ еркектер де көбірек ақша тапса екен деймін. Себебі еркектің тапқан ақшасы берекелі болады. Еркектің ақшасымен қандай да бір нәтижені жету оңайырақ болады. Қаншама әйелден маған хат келеді, күйеуім былай деп. Сондықтан да әйелі күйеу екі жаққа бөлінбей, үй алам деген мақсатқа жету үшін екеуі де екі жақтап бір бағытта ақша жинау керек деп өзім есептеймін. Әсіресе еркектің мойнында семьямды асырайым деген, қатынымды бағам деген, бала шағамды бағам деген жауапкершілік болса екен деймін. Баланы туғызған еркекте сол баланы асырайтындай жауапкершілік болса екен деймін. Осы күнкөрістің қамы деп қаншама адамдар баспанасы болмағаннан кейін ажырасып жатыр. Қаншама адам кредитке, былыққа батып жатыр. Міне 30 жылда жеткен, былайша айтқанда тырнақшаның ішіндегі жетістігіміз. Бірақ ешқандай президент, ешқандай министр бізге үйдің кілтін әкеп бермейді. Біз осыны түсінуіміз керекпіз. Тірі адам тіршілігін жасайды. Бастысы заманымыз тыныш. Ертеңгі күнімізді жоспарлай аламыз. Жеріміздің бір жерінде мина жатқан жоқ. Қай жерді бассақ та, қай тауға барсақ та емін-еркін жүре береміз. Бірақ берілген 24 сағатта жалпиып, жұмыртқа жеп, жастықта жата бермей, әр адам көтеріп, еңбек ету керек. Сонда ғана адам жетістікке жетеді. Сонда ғана адам бір емес 10 үйін алатын болады. Ал енді келіп жатып, біреу сізге форточкадан ешкім ештеңе әкеп бермейді. Осыны түсіну керекпіз. Дайын тұрған мінекей менеджерлер тұр. Депозиттеріңізді ашыңыздар. Мен бұрын ақылы консультация беретінмін. Бәрін қойдым. Барлығын тегін жазам. Барлығын тұр. Ютубта да тұр. Ақылы сабақтар да бар. Тегін сабақты оқығысы келмейтін адамдарға не істейсің? Сатып ал дейсің еріксіз. Өйткені тегін дүниені қарағысы келмейтін адамдар бар. Ал кейбір адамдар бар, соны оқып, нәтиже шығады. Менің ешқандай сабағыма қатыспай-ақ үй алып жатқан, ешбір сабағыма қатыспай-ақ тегін постторды оқып, декретке миллионға шығып, ешбір постта сабақ алмай-ақ акционер болып жатқан адамдар бар. Неге? Өйткені ол адам оқиды, ол адам тырмысады, ол адам әрекетін жасайды. Әрекет еткенге ғана Құдай береді. Ал енді жатып алып, жатып шер болсаңыз, ешкім сізге ештеңе бермейді. Нұргүлдің номерін жазып алыңыздар. Депозит ашып берем деп тұрғанда аштырып алыңыздар. Тегін депозит ашады. Кезінде осы 2014 жылы Құдай-ау, мен Абылайханның бойына, Абылайхан емес, Сейфуллиннің бойына, Абылайхан өтір айтам, Алматыдағы Абылайханның бойына барған кезде 2 сағат очередте отырдым жилстройда. Еще 11.000 теңге комиссия төледім. Несчастный 11.000 теңге. Мысалға, я қазір ештеңе төлемейсіз. Барлығы тегін, сіз үшін арналған. Бірақ сол депозиттің бетіне қарап отырудың қажеті жоқ та. Депозит ашылды ма, ақша жинау керексіз. Солай. Кейде арқам қосып кетеді. Нұргүл сөйлей берсін.
дұрыс, күшті мотивация отыр қайта. Мына жерде сұрақтар оқып жатырмын да. Қай жасынан бастап болады, 12 жасқа ашсам бола ма деп. Әрине, бала туылғаннан бастап аша бересіздер. Жаңадан туылған 1 айлық балаға да, 2 айлық балаға да иін болса болды, аша береміз. Жасы атаңыз, әжеңіз 80-де, 90-да болса да барлық адамға депозит аша береміз. Бірақ міндетті түрде жаңа айтқандай туысқан болу керексіздер, бір-біріңізге туысқан болу керексіздер, жақсы ма? Одан кейін ай сайын қанша теңге салу керек дейді. Ол сіздің депозитіңіз, өзіңіздің қалтаңыз, өзіңіздің сумочкаңыз дей ма, қалай айтсам болады. Вот өзіңіз білесіз. Бұл айда 10 мың, келесі айда 20 мың, одан кейін 50 мың, мысалы айлық алдыңызда 500 мың теңге түсті ма қолыңызға, 500 мың теңге салыңыз. Болмай қалды ма, 5 мың теңге салыңыз. Ақшаңыз жоқ па, 1000 теңге салыңыз. Кез келген сумманы сала беруге болады депозитке. Қатып алған датамен, қатып алған сумма жоқ. Мысалы қай айда, қай күні салам деген сияқты, иә, мысалы өзіңіздің қаражатыңызға байланысты, өзіңіздің жағдайыңызға байланысты көбірек салсаңыз өзіңізге жақсы. Көбірек салсаңыз тезірек үй аласыз. Көбірек салсаңыз тезірек опыңыз 16-ға жетеді. Көбірек салсаңыз тезірек үйлі боласыз, қымбатырақ үй аласыз деген сияқты ғой бәрі. Және де жаңағыдай атыңызда үй болса, наоборот, одобрение шығу одан да мүмкіндігі жоғары. Мысалы, сіздің атыңызда үй бар, тағы да бір үй алайын деп жатсыз. Наоборот, банк сізге қуана береді ақшаны. Өйткені сенімді адамсыз, атыңызда үй бар, яғни жағдайыңыз бар деген сияқты. Сол сияқты созайымшы гарант адамын алып келсеңіз, мысалы, гаранттың үйі болса, ол скорингке плюс әсер етеді. Гаранттың мысалы өзіңіздің машинаңыз болса, жеріңіз болса, кредитіңіз аз болса, кезінде Каспи Редпен карточкаға өмір сүрмесеңіз, тамақты карточкаға алып, жаңа голдпен бөліп, қарыз алып өмір сүрмесеңіз, скорингке ол да әсер етеді. То есть, жаңағыдай карточка ашып береді ғой, көп банк мысалы, ой, мен қолданбаймын, маған жай ашып берген деп. Сол карточканы өтініш ашпаңыздар. Ол өте, шын айтсам, ешқандай пайдасы жоқ карточкалар. Мысалы, болады, Альфа банктер, Хом банктер 100 мыңға лимит карточка ашып береді, 500 мыңға лимит, 1 миллионға карточка ашып береді. Сіз ол карточкамен қолданбайсыз. Бірақ біздің банк оны көріп тұрады да, как будто сіз төлеп жатқан сияқты, ежемесячный төлеп жатқан сияқты, біз 10%-ын санаймыз. Мысалы, сіз 100 мыңға карточка алдыңыз ба, ай сайын 10%-ы 10%. Яғни сіз ай сайын 10 мың теңге кредит төлеп жүрген сияқты боласыз да. Және де ол карточканы жабу үшін 45 күн өтеді. Сондықтан ондай карточкамен қолданбаңыздар, мүмкіндік болса, ондай карточканы вообще аштырмаңыздар. Оның бәрі әсер етеді. Сосын жаңағыдай жақын арада үй алатын болсаңыздар, міндетті түрде келіңіздер. Айлықтарыңызды 5-ақ минутта тексеріп беремін. Айлығыңыз жете ма, жетпей ма, қандай адам гарант болу керек, қандай созайымшықты алып келуіңіз керексіздер, қандай үйдің документтерін жинау керек деген сияқты, иә. Қанша күн кетеді мысалы. Сол туралы бәрін көп адамға ақпарат дұрыс жетпейді. Мысалы, қараш, үйім бар, мен үй ала алмаймын ғой деп біреу жазып жатыр да, ала бересіз, бастысы сіз жинау керексіз. Кемінде 50% жиналу керек. Ал егер де сіз үйдің кезегінде тұрып, мемлекеттік бағдарлама болса, бастапқы жағына 10 ғана процент, бұрын 20 болатын. Кейін барлығын 10-ға түсіріп жатыр. Сондықтан 10% бастапқы жағына үйдің кезегінде тұрсаңыз, кезекте тұрмасаңыз, үйдің 50%-ін жинайсыз. Иә, міндетті түрде кезекке тұратын мүмкіндіктеріңіз болса, үйдің кезегіне тұрып алыңыз. Ол кезде бастапқы жағына 10%, 20%бен, 5-ақ годовой 5%бен үй ала бересіздер. Жаңа шаңырақ, бақытты отбасы, нұрлы жер деген сияқты бағдарламалар бар. Сондай бағдарламаға қатысасыздар. Міндетті мүмкіндігіңіз бар ма? Уақытты жоғалтпаңыз. Мен өткенде мысалы алдыңғы күні ғана қонаққа барып, сол кезде жаңа мүмкіндік шектеулі баласы бар екен да. Мен айтамын, неге сіз үйдің кезегінде? Сөйтсем айтады, біз ата-анамыздың үйімізде тұрамыз деген сияқты. Енді көп мән бермейді. Мен айтамын, сіз жарайды үйіңіз бар, бірақ соны сауат етсеңіз де ай сайын мысалы ақша ғой, сізге келіп тұрады ғой. Сондықтан мүмкіндігіңіз болса, жақында многодетный болайын деп жатсаңыздар, мүмкін сразу үйдің кезегіне тұрып алыңыздар. Бір болмаса, келесі жылы обязательно ол кезек сізге келеді. Міндетті түрде бізде приоритет очередьте тұрған кісілерге, именно біздің банк, именно очередьте. 50%-іңіз болса, табыс көзін растап ала бересіз, бірақ опыңыз болмағаннан кішкене мен айтам, опық жеп қаласыз. Сондықтан біреудің депозитін сатып алған сізге тиімдірек болады. Депозиттің барлығын жеке кабинет арқылы, там депозит сатқанда да не бір алаяқтар жүреді, OLX арқылы, басқа сайттар арқылы, Инстаграмда сатады. Жоқ, оның барлығы Жилстройсбербанктың жеке кабинеті арқылы сатылымға шығады. Барлығы анонимді түрде екенін ескерткім келеді. Сондықтан алданып қалмаңыздар. Атыңызда үй болса, мында сұрақ бар. Атыңызда үй болса, үйдің кезегіне тұра алмайсыздар. Мына жерде кейбір адамдар кім мынау? Соңғы 5 жылда үй болмау керек атыңызда. Иә.
Так, мына біреу жазады, білдік сөйлей бермей жауап берші дейді. Міндет қылмаңыз, удалить жаңа блокқа тықтым сізді. Анықтама бюросында отырған жоқсыз сіз. Аха. Ешкімге міндет емес, міндет қылмаңыздар. Мына жерде 2300 адам отырсыздар, өте көп. 10 адам отырса да барлығын сұрағына жауап беру мүмкін емес. Сіздер тыңдаңыздар. Тегін посттарды оқыңыздар, сұрақтарыңызға міндетті түрде жауап табасыздар. Атак дәулетті анықтама бюросы емес, Нұргүлде сізге анықтама бюросы емес, міндет қылмаңыздар. Иә, ОП жайлы көп сұрақ қойып отыр. Тағы да ОП жайлы айта кетейікші. ОП сіздер екі ақ показатель өседі. Сіздің ай сайын салған ақшаңыздан өседі, және де сіздің депозитіңізде қанша ақша бар, осы уақытқа дейін қанша ақша жинадыңыз, соған байланысты өседі. Егер сіз ай сайын үздіксіз көп ақша салсаңыз, жаңағы 70 мың, 80 мың, 100 мың теңге, яғни көбірек ақша салып жинасаңыздар, опыңыз тез өседі. Ал егер сіз ай сайын азырақ ақша салсаңыз, 10 мың теңге салып, 20 мың теңге салып, біресе ұмытып кетесіз, біресе бір жыл салмай қоясыз, онда әрине опыңыз солай өзің ақырындап өсетін болады. Бірақ опы любой суммаға өседі. 20 мың жатса да өседі, 30 мың жатса да өседі, 1 миллион жатса да өседі. Бірақ ақшаңыз көп болған сайын, ол уақыт өте келе өседі. Сіз мысалы даже 1 миллион теңге салып қойсаңыз да, бір айдан кейін опы 16 болып кетпейді. Ол өсімдік сияқты. Опытың расчеты кемінде 3 жылдық формуламен алынған ғой. Жалпы дәл осы нәрсе Германияның системасынан алынған. Біз осы кейде Германияның өміріне қызығамыз ғой. Германия дамып кетті, немістер анау-мынау деп. Бірақ дәл осы жилстройдың жинақтаушы системасы опы деген дүниесінің барлығы Германиядан алынған екен айтқым келеді. Сондықтан жинау керек, тірі адам тіршілігін жасау керек. Опы 16 ол барлық үйдің 50-50-дің расчетымен алынады. Сондықтан да депозитті ашасыздар. Мына жерде Нұргүлдің номері тұр ғой, прикреплено деген жерде. Скриншот жасап алыңыздаршы осыны. Мен тікелей эфирде де сақтап, Нұргүлдің номерін жеке жазып қойым. WhatsApp-на жазасыздар, звондамайсыздар. Сондай-ақ, егер Астана қаласында болсаңыз, Кенесары 4 па, неше Нұргүл? Кенесары 4. Кенесары 4-ке келіп, офлайн форматта да консультацияңызды алып, тегін депозит барлығын аша аласыздар. Және де онлайнда аша аласыз. Там Мырқымбай Бәтима не важно Астанада тұруға. Мырқымбай Бәтима басқа қалада, тіпті Мырқымбай мен Бәтима ауылда да тұратын болса, не істейсіз? Онлайн тегін депозит Нұргүл ашып береді. Опы ешқашанда бір орында тұрмайды. Сіз мысалы 1-2 жыл жақсылап жинап келе жатсыз ақшаңызды, сөйтіп бір мүмкіндік болмай, жарты жыл ақша салмай қойды деп ойлайық, бірақ ішінде ақшаңыз бар. Міндетті түрде опыңыз өсе береді. Опы тек қана бірақ жағдайда ғана азаяды. Бірақ жағдайда. Егер де сіз өзіңіздің депозитіңізден ақшаны снимать ете алсаңыз ғана азаяды. Ал сіз депозитке ақша салмай кетсеңіз, немесе азырақ ақша салып қалсаңыз, опыңыз ақырындап өсе береді. Сосын жақында тағы бір кісі болды, Арқалық қаласына келген. Айтайын деген жаңа көбісі айтады, айлығым аз, қалай жинаймын деп. Арқалық қаласынан бір кісі келді. Күйеуі мен әйелі. Күйеуі тренер мектепте, ал әйелі бір магазинде ғана жұмыс істейді. 3-4 жыл ақша жинаған, 6 миллион теңге жинап келген ғой. Ана кісілер білмеймін қалай жинаған, бірақ айлықтары 120 мың теңге. Көріп тұрмыз енді 120 мың теңге. Бізде ондай адамдар өте көп. 120 мың теңге, 150 мың теңге, 80 мың теңге, 200 мың теңге, ондай айлықтар өте көп алынады. Және де отбасы банктың статистикасын айта кететін болсам, бізде бір айда 1000-нан жоғары адам үй алады екен. Бір айдың ішінде. Елестетіңізші, Нұрсұлтан қаласында бір айда 1000-нан жоғары көп адам үй алады екен. Мысалы, өзің үй алмаған екен, ойлайсың, ешкім үй ала алмайды, ешкімде ақша жоқ деп. Былай шынына қарағанда өте көп адам үй алып жатыр. Сондықтан өзіңізді өзіңнен төмен адаммен салыстырмай, өзіңізден жоғары адаммен салыстырыңыздар. Сонда міндетті түрде мақсаттарыңызға жететін боласыздар. Және де опыңыз 16-ға толды ма, ешбір табыс көзін растамай, спокойно үй аласыздар. Ешқандай пенсион керек емес. Мен ол өзімнің басымнан өткен. Және де мен алған 14 миллионның үйіне переплата 1 100 000 ба, 1 200 000 ғана. Опыңыз 16 болса, жаңағыдай плюсын айта кетейік, ешқандай табысыңызды растамайсыз, қанша балаңыз бар, 18 жасқа дейін қанша балаңыз бар, қарамаймыз, басыңызда қанша кредит бар, үйленгенсіз ба, бойдақсыз ба, ештеңеге қарамай, төмен пайызбен ала бересіздер. Енді қараңыздар, кейбіреулер қорқады, ойбай, сонда опы 16 болмаса, прям қатты разница бола ма? Қандай разница болады деген сияқты. Соны сандармен айтайыншы, түсінікті болу үшін. Мысалы,
үйдің бағасы 20 миллион дейік. Вторичка, кәдімгі өзіңіз таңдаған үйдің бағасы 20 миллион теңге. Сіз 10 миллион теңге жинап келдіңіз, опыңыз 16 болып тұр. Опыңыз 16 болса, сізге банк табыс көзін растамай 5%-бен қалған 10 миллион теңгесін 6 жылға ғана бөліп береді. 6 жылға 20 миллионның үйіне 162 мың теңгеден шығады. 162 мыңнан 6 жыл төлейсіз. Егер үйдің бағасы ровно 20 миллион болса. Енді екінші кісі келеді, мысалы, ол кісінде депозит бар, немесе бар, бірақ жинамаған да, немесе депозиті бар, салмаған, ең соңында келіп, бірден сразу 10 миллион теңгені сала салды дейік. Яғни опысы аз, 2 ма, 3 па, 4 па, в общем, опысы аз. Ондай болса, оның графигі 9 жылға, максимум 9 жылға 141 мың теңгеден шығады. Сонда түсініңіздер, разницасы 21 мың теңге болып тұр ғой. 21 мың теңге и 3 жыл разница. Осы опы 16 болғанда қалай, опы 16 болмағанда қалай. Түсіндіңіздер ғой, Яғни опыңыз 16 болмай қалса, онда 141 мың теңгеден 8-9 жылға шығады. 16 болса... Нұргүл, бірден айтайыншы енді, жаңағы менің посттарымды оқып, сол менің баспанаға бағыт сабағыма қатысып, опы деген не, сосын менің Дәулеттен KZ сайтында ипотекалық калькулятор бар. Соған кіріп, есептеген адамдар ғана түсінеді. Ал енді оны жаңадан естіп, дәл осылай айтқанда көбіміз түсінбей қаламыз. Оған әрине қолыңызда мынандай қағаз, ручка болу керек, калькулятор болу керек, немесе арнайы ипотекалық калькулятор болу керек. Болмаса, кәдімгідей офиске барып, есеп қисабын жасау керек, именно банкке барып, Себебі мен айтып отырмын, мен 2014-те ашқан кезде дәл бірдеңе айтты, жилстрой менеджер ең алғаш көруге, бір нәрсе, опа, дейсіне кете бересің. Сөйтсем, қайда договорная суммам аз, шарт сомасы үйдің бағасына теңескен кезде ғана опыңыз 16 болу керек мәселе. Мен битем ғой, менің договорная сумма 2 миллионға ашылған. Сөйтіп 2 миллионның 1 миллион жинайым, опым 16, өзімше жилстройға, менің опым 16 болды, үй қайда десем, примерно битті ғой маған, міне. Өйткені менің договорная суммам 2 миллион ғана. Ал сөйттім де, ол кезде 10 миллионға үй алуға болатын ғой, бір бөлмелі үйді битіп едім, опым 5 есе түсіп кетті. Ана, неге ол олай, неге айтпайсыңдар деп қырылдым ғой, ұрсын. В общем, опы түсінген опық жемейді дейтінім де осы. Себебі дәл осы процесс, дәл осы былайша айтқан кезде қатты қиындық деп айта алмаймын. Дәл осы түсініспеушіліктер менің басымнан өтті. Содан кейін барып мен сіздерге айтамын, сіздерге түсіндіремін. Маған жаңағындай онлайн сол сабақтар бар, барлығы бар. Оқыңыздар, білім алыңыздар. Бастысы, кейбір адамдар бар, білім алуға 5 мың, 10 мың теңгесін қимайды да, опыт түсінбей банкке миллион переплата құйған кезде менің ішім ашып кетеді, кәдімгідей ішім ашып кетеді. Оны сен Нұргүлде өзіңде өте жақсы білесің. Сондықтан не істеу керек? Опының мән мағынасын түсініп алу керек сіздер. Уақытты жоғалтпай көбірек ақша салғанымыз дұрыс. Және де көбіңіздің жеке кабинетінде опы дұрыс тұрған жоқ. Опы дұрыс тұрған жоқ. Оны да айта кетейін. Өзгертуге болады. Немесе кейінде өзгерте бересіз. Негізінде кейінде өзгерте берсеңіз болады. Мысалы, сіз қазір нақты білмейсіз, мысалы сіз қазір 10 миллионға өзгертіп қойдыңыз да, бірақ сіз 10 миллионға өзгерткен кезде ай сайынғы салатын суммаңыз көп болады. Егер сол ай сайынғы салатын сумманы саламасаңыз, ол да как бы лояльный клиент болмайсыз. Сондықтан біз негізінде договорная сумманы азырақ салып ашып береміз. Мысалы, мен өзім көбіне клиенттерге 4 миллионға, 5 миллионға ғана ашып беремін. Неге? Біріншіден, клиентке ыңғайлы болу мақсатында. Ол жерде ең азы 10 мың теңгеден салуға болады ай сайында. Ал клиенттің көбірек ақшасы болса, өзі ары қарай сала береді. Сіз ол договорная сумма аз ашқаныңыз, сіздің опыңыз жай өскені емес, ондай емес. Опы ол сіздің салған ақшаңызға байланысты өседі. Ол договорная сумма 40 миллионға ашылды ма, 2 миллионға ашылды ма, 100 миллионға ашылды ма, сіздің салған ақшаңызға байланысты опы өсіп отыр. Сондықтан алдын ала бәрін түсініп алсаңыздар, ол негізінде страшный нәрсе емес. Опы ол бәрі калькуляцияда, ол өзіңіз салған ақшаңызға байланысты лайықты, өзіңіз қандай опыға лайықсыз, сондай опы шығады ең соңында. Негізінде сіздердің личный кабинеттеріңізде, жеке кабинеттеріңізде вознаграждение деген бар. Сол вознагражденияларыңызға қараңыздар. Мысалы, қараңыздар, үйді 10 миллионға алғыларыңыз келсе, сіздерде 160 мың вознаграждение болу керек. Ол қалай шықты десеңіздер, үйдің бағасын, мысалы, қайтсам болады, мысалы, жақын арада сіздер мысалы 10 миллионға үй аласыздар. Енді опыңыз 16 ма, 16 емес па, немесе сіздің опыңыз қазіргі жағдайда қандайға тең болып тұр. Соны білу үшін үйдің бағасын 16-ға көбейтесіз де 1000-ға бөлесіз. Мысалы, 20 миллион дейік, 20 миллионды 16-ға көбейтіп,
мыңға бөлген кезде 320 мың болады. Сіздің қазіргі вознаграждениеңіз 300 мың болса, значит, сіз скоро 16-ға жетіп тұрсыз деген сөз. Вот вознаграждениең сізде дұрыс болып тұрады. Личный кабинетте вознаграждение всегда дұрыс болып тұрады. Сондықтан міндетті түрде договорной сумманы жоғары ашу міндетті емес негізінде. Кейін ол ауыса салады, бірақ сіз түсінуіңіз керек. Договорная сумма ол үйдің бағасы. Атты көп адам естіп алады да, ойбай, мен банкке барам, бүйтем, сөйтем. Жоқ, ол проблема емес. Проблема сіз түсінуіңізде. Сондықтан кейбір адамдар болады, осы банк менеджеріне бардым, мен опым 20 болып тұрған договорная сумма или там үй алатын кезде менің опым 12 болып қалды, менің банк менің опымды же қойды деп те хат жазатын адамдар. Сіздің опыңызды ешкім жемейді. Бұл пропорция, бұл теңдік. Бұл математикадағы, былайша айтқандағы теңдеуді өттік қой барлығымыз мектеп кезінде. Бұл теңдеу екенін ескерткім келеді. 8-777 576 1277 номеріне Нұргүлдің өзінің бұл номері, соған WhatsApp-қа звондау арқылы емес, жазу арқылы тегін депозит аша аласыздар. Және де ол ашылған депозитке ақша салып отырыңыздар, мемлекеттік премия алуға асығыңыздар. Жыл уже аяқталып келеді. Қаншама оқырманды әлі депозит ашпаған адамдар бар екен ғой. Бір күні бүйтіп, жаңа көп оқырмандар көшеде бүйтіп кездесіп қаламын ғой. Сөйтіп бір талпа оқырманмен кездестім деп, бәрі амандасып жатыр. Бір оқырман ана жақта бүйтіп ыңғайсызданып тұрды. Мен айтам, сіз мені оқымайсыз ба деп бүйтіп жатсам, я оқимын ғой дейді. Неғып амандаспай жатырсыз енді, мен әзілдеп жатырмын ғой. Неғып амандаспайсыз? Менде әлі депозитте ақша жоқ, мен әлі депозит ашқан жоқпын, сосын ұялып тұрмын дейді. Сондай да ақкөңіл оқырмандарым бар. Сондықтан қарапайым тілде айтқанда ұялсаңыздар, әлі депозиттеріңіз жоқ екен, әлі ақша салмаған екенсіздер, әлі жинамаған екенсіздер, жинау керек қой, жинаңыздар. Үй алғыңыз келе ме, жинаңыздар. Ал енді сіз тойға барғыңыз келе ме, байға барғыңыз келе ме, онда там Каспий банкке, басқа жаққа жинай беріңіздер. Көп адам сұрайды, қайда жинаймын дейді. Үй алғыңыз келсе, однозначно жилстрой, мысалы. Сол үшін менің 2 сабағым бар, арнайы жилстройға жина деген сабақ бар мысалға менде. Ал егерде жаңағы тойға, қырға, ойға, ойынға барғыңыз келсе, онда жинамай қойыңыз, жүре беріңіз. Өмір бақи пәтерден пәтерге қаңғып жүре беріңіз. Міне сондай нәрсе айту керек. Сол кезде ғана адам намыстанып, намысы оянып, не айтып кеттің дәулет деп, жаңағындай көрсетем мен саған деп, адам деген бір кішкене ашумен жүру керек қой. Сондықтан өмір бақи квартирадан квартираға қаңғып жүргіңіз келмесе, не істейсіз? Ақша жинайсыз. Иә. Мұнда жазып тұрмын, ОП 16 болу үшін қанша ақша жинау керек дейді. Үйдің 50% 3 жылда кемінде жиналу керек. ОП 16 ол 3 жылда да болуы мүмкін, 4 жылда да болуы мүмкін, 5 жылда да болуы мүмкін, 10 жылда да болуы мүмкін. Мен айтайыншы, мен өзімнің опым елге қанша айтқанмен 4,5 жылға кеткен кезде ғана опым 16 бол. Менің опым 3 жылда болып кеткен жоқ, себебі маған басында дұрыс түсіндірген жоқ. Басында айтты, депозитті сала бер деді. Қайдан салған? Потом барып, мен түсінгеннен кейін барып көбірек салатын болдым. Яғни опыңыз өсу үшін көбірек салу керек. Мұнда жилстрой мен отбасы банк екеуі бір дей ма? Иә, екеуі бір, отбасы банк пен жилстрой осындай. бір жыл болды. Одан кейін жаңағыдай қанша саламын, кез келген сумманы сала бересіздер, кез келген сумманы барыңызды сала бересіздер, кез келген қаладан үйді ала бересіздер. Ауылдан алсаң, мысалы, Нұр-Сұлтан қаласында жақын жерде, мысалы, Шортанды, Ақкөл, Степногорск деген қалалар бар, сондай қаладан, ауылдан да үй ала беруге болады. Міндетті түрде ол қаланың ішінде деген нәрсе емес. Одан кейін айлықты, мысалы, үй алатын кезде соңғы 6 айды қараймыз. Мысалы, сіз үй алайын деп жүрсіз бе, алдын ала дайындалыңыздар. Мысалы, келесі жыл үй алам дейсіз бе, алдын ала дайындалыңыздар. Айлығыңыз жету үшін, ертең созайымшық іздемес үшін, ертең сізге ойбай айлығыңыз аз екен деп айтпас үшін, алдын ала айлықтарыңызды дұрыстаңыздар, алдын ала кредиттеріңізді желательно жабыңыздар, алдын ала созайымшық іздеп келіңіздер деген сияқты. Умай ана ақпан айында ашылады, мында сұрақ бар екен. Және де сіздер опын айттық, премияны айттық, айтылмаған мемлекеттік бағдарламаларды айттық. Тағы не қалды? ЕПВ туралы айтпадық, ЕПВ. Ау? Жаңағы пенсионка. Пенсионканы мен бірақ өзім түсіндіргем. Не бар? Жаңағы дәулеттен мобильді қосымшасын жүктеп алыңыздар. Ойбай, Нұргүл, 2-ақ минут уақытымыз қалды. Так, міне, дәулеттен мобильді қосымшасында зейнетақы қорынан ақша алу 16 мың адам көрген әзірге. Тегін тұрған сабақ. Кейін ақылы болып кетеді, сосын ренжисіздер. Міне, зейнетақы қорынан ақша алу деген сабақты қараңыздар. Дәулеттен мобильді қосымшасын жүктейсіздер. Және де менің акционер бол деген сабағыма. Нұргүл, акционер болдың ба? Акция қашан аласың? Құдай қаласа келесі жылы обязательно.
мінекей мен өзім таныстарым достарыма бәрін айтып жатырмын. Егер сізде артық ақшаңыз болса, акция сатып алу сабағына 30% жеңілдік жүріп жатыр. Жай күндері 60 мың теңгенің сабағы осы алдағы 4 күнде ғана 42 мыңнан сатылады. Бегарсқа жазып үлгеріңіздер. Таплинг сілтемені басасыздар, акция сатып ал. Менің сторисімді қарасаңыздар бәрін түсінесіздер. Яғни бұл жердегі портфель қалай өсіп жатыр, не болып жатыр, пайдасы қандайдар. Мен примерно стористерге скриншоттар салдым. Мен өзім таныстарымда портфельдерін салдым. Және де мынаны скриншоттап алыңыздар, Нұргүлге хабарласып, тегін депозит ашасыздар. Таплинг сілтемені басып, дәл қазір Бегарсқа жазсаңыз, именно акция, облигация жайлы сабақ көресіздер. Әр қазақ акционер болсын. Мен кеше ғана портфелімді көрсеттім, естеріңіз болса, басқа. Именно мысалы Apple-дікі 4 айдағы өсім 20-53. Жилстройда бұндай процент бар ма, Нұргүлде қойайыншы өзінше болып. Міне көрдіңіздер ғой, мен Apple-дың акциясын $141 алғам, кеше қарасам $177. Бұл доллармен өскендегі процент. Сондықтан бұл да бір қаржылық сауаттылықтың жаңа деңгейі, қазаққа керек. Жақсы, сау болыңыздар. Таплинг сілтемені басып, Бегарсқа жазасыздар. Және де мына жердегі номер, ол Нұргүлдің номері тұр. Ал мына акция, облигация 30% жеңілдік 15 желтоқсан аяқталады. Соңғы күнге дейін жүрмеңіздер, дәл қазір Бегарсқа жазыңыздар. Сау болыңыздар.